Саламатсыздар ма, құрметті менің каналыма тіркелушілер. Бүгін біз сіздермен ең тойымды, ең дәмді, ең жұмсақ пигоди жасаймыз. Ол үшін бізге ұн керек. Ұнның үстіне дрожжымызды саламыз, кішігірім, және тұзымызды саламыз, қантымызды саламыз, және кішкене сұйық майымызды құйып, жылы сумен араластыра отырып қамырымызды илейміз. Қамырымыз не қатты емес, не жұмсақ емес, орташа консистенцияда болу керек. Бұны әбден июн қандырып илеп, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге сиыр еті, кішкене құйрық, және 2 картоп және 2 пияз қоссақ жеткілікті болады. Мендегі сиыр еті бұл свежий сиыр еті балғын. Сол сиыр етін алып, енді 4 бұрышты етіп кубиктап тураймыз. Өздеріңіз көресіздер, мясорубкадан өткізсеңіздер де болады, бірақтан қолмен турап турағандарыңыз өте дәмді болады. Бәрін қолмен жақсылап турап аламыз, 4 бұрышты кубиктап. Майымызды да қосамыз, өйткені кішкене май қоссақ, майлы бұл әдемі болады. Пиязымызды да 4 бұрыштап тураймыз. Картоплымызды да 4 бұрыштап кубиктап турап аламыз. Бұның ішіне асқабақ қоссаңыздар да болады. Енді табамызға кішкене май құйып, үстіне етімізді салып, жақсылап араластырып қуырамыз енді. Бұл қуырып пісіріп алғаннан кейін дәмі өте ерекше болады біздің пигодиіміздің. Мінекей қуырылып жатыр. Қатты отта қуырмаймыз, орташа отта қуырамыз. Осының үстіне енді пиязымызды, картоплымызды салып қуырамыз. Және осының үстіне асқабақтарыңызды салсаңыздар да болады. Үйдегілер асқабақты жақсы көрсе, асқабақтың витаминдері өте көп. Сондықтан асқабақ салып істесеңіздер де болады. Жақсылап қуырамыз картопты да, пиязды, етті. Бұл пісіп тұрса, мантываркаға салғаннан кейін өте тез піседі. Және үстіне қара бұрышымызды, тұзымызды дәміне қарай саламыз. Жарты ас қасықтан салдым мен. Мынаған кішкене охотничий паприка қостым, кішкене дәмі әдемі болсын деген ниетпен. Орташа отта қуырыңыздар, өйткені қатты отта бұл күйіп кетеді табаны. Енді бетін жауып, бұқтырып қоямыз. Осы сәтте біздің қамырымыз көтеріліп қалған. Сол қамырымыздың үстіне жаңа дайын болған салмамызды салып, енді пигодиларымызды түйеміз. Қамырларымызды бөліп аламыз кішкене бөліктерге. Енді менде асы қатты үлкен емес, асы қатты кішкентай емес, орташа бөлдім. Егер үлкен жасағыларыңыз келсе, онда қамырды үлкен қылып бөліңіздер. Енді алып қолымызға пигодиімізді түйеміз. Пигодиімізді мінекей 2 басын біріктіріп алдық. Енді осылай түйіп, қамыр ашылып кетпес үшін жақсылап мантываркамызға саламыз. Мынау ашыған қамыр болғандықтан
мантоваркада піскен кезде ашылып кетеді. Сондықтан жақсылап қатты қысып түйсеңіздер, ол ашылмайды. Мінекей осылай мантоваркаға салып, біраз уақыт бетін жауып қоямыз, суы қайнағанша. Ол әлі де көтеріледі. Енді осыны алып, суға қойып 45 минутқа пісіріп аламыз. 45 минуттан кейін біздің дәмді жұмсақ пигодиіміз дайын болады. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандағыдай жұмсақ пигоди, өте сочный пигоди. Осының арасына сәбіз салатымызды салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма лайк басып кетіңіздер.